Екінші дүниежүзілік соғыс батыры Бауыржан Момышұлының Волоколамск тас жолы кітабы туралы қандай қызықты деректерді білесіз? Бұл кітап қандай тұлғалардың сүйікті кітабына айналды? Сізге де қызық болса, назарларыңыз бізде болсын. Достар, қазақ тілді арнаны қолдау үшін лайк пен пікір қалдырып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Бұл кітап латынамерикалық революционер, Куба мемлекетінің қайраткері Эрнесто Че Гевараның және 1959 жылы Куба мемлекетінің басшылығына келген Фидель Кастроның сүйікті кітабы болған. 1963 жылы Фидель Кастромен болған сұхбатта, оның екінші дүниежүзілік соғыс батыры деп кімді санайтындығы туралы сұрағанда, ол Александр Бектің Волоколамск тас жолы кітабының батыры, қазақ Бауыржан Момышұлы деп жауап берген екен. Әлемдегі мықты армиялардың бірі Израиль әскеріне бұл кітап міндетті түрде офицерлік курстарда оқытылады. Финляндия елінде бұл кітапты әскери академияның курсанттары оқыған. 1963 жылы кітап Германия Демократиялық Республикасы әскері офицерлерінің білім беру бағдарламасына енгізілген. Сондай-ақ Қытай коммунистік партиясының мүшелері үшін міндетті оқу тізіміне енгізілді. Осылайша Бауыржан атамыздың соғыс кезінде басынан кешкендігі туралы жазылған атақты Волоколамск тас жолы кітабы басқа мемлекеттерде және көптеген тұлғалардың кітап сөрелерінде орын таба білді. Достар, арнаны қолдау үшін лайк пен пікір қалдыруды және тіркелуіңізді сұраймын. Келесі шығарылымда көріскенше.